оргазм болмаудың негізгі 5 себебін айтамын. Бірінші себебі, бұл бізде 80% үргенетін бұл психологиялық дұрыс еместік. Қынабыңыз кеңейген, немесе бұлшығеттер әлсіз, значит, сізде гормоналды бұзылыс бар. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум қыздар. Бүгін вообще шок күшті жаңалық айтайын деп тұрмын сіздерге. Яғни сіздің ләззат алмауыңыздың, оргазм болмаудың негізгі 5 себебін айтамын. Ол үшін не істейсіз? Ұмытып кетпеңіз. Жай ғана өзіміз ғана алып отпаймыз. Міндетті түрде лайк басамыз, комментарий жазамыз. Аппаратқа тиімді болса, міндетті түрде маған өздеріңіздің отзывтарыңызбен бөлісіңіз, чтобы мен энергия алу үшін да и подписаться етіп, уведомление қойып қойыңыз. Себебі бұны бірінші болып сіз естуіңіз керек да. Ендеше қандай 5 себебі бар? Не үшін сіз ләззат алмайсыз? Бірінші себебі, бұл бізде 80% үргенетін бұл психологиялық дұрыс еместік. Яғни біздің миымыз дұрыс жұмыс жасамауы. Бізге бұл жерде күйіңізге реніш болуы мүмкін, самооценкаңыз дұрыс болмауы мүмкін, сіз жыныстық қатынасқаңыз басқа нәрсе ойлауыңыз мүмкін, ойыңыз шашыраңқы болуы мүмкін, какой-то обидаларыңыз болуы мүмкін, дұрыс түспеуіңіз міне. Екінші себебі бұл сіздің қынабыңызда. Қынабыңыз кеңейген, немесе бұлшығеттер әлсіз, ешқандай витаминдер жетпейді, сонымен жұмыс жасай алмайсыз, яғни точка G не восстановленный болуы мүмкін. Үшінші себебі сізде жыныстық қатынастан шаршағансыз. Яғни не? Мысалы, сіздің ең жақсы көретін тамағыңыз бұл бізде плов, я, например. И пловты сіз 1 күн жейсіз, 2 күн жейсіз, 3 күн жейсіз, 4 күн, максимум 5 күн жейсіз, сіз отвращение пайда болады, я. Надоело бір тамақ жей берді, тура содан. Егер сізде жыныстық қатынас күніге одно и то же болады, мысалы, не істейді, сізді қысықтырмайды. Яғни біз адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін бізге ешқашан ештеңе жақпайды. Ол үшін біз не істейміз? Позаларды ауыстырып отыруымыз керек. Ал дұрыс ыңғайлы позалар өте көп. Кама сутраны толып тұр, сонымен бөлек біздің инбилдинг прототипі толып жатыр, позалар. Міне соларды міндетті түрде қолдануыңыз керек. Одан бөлек нәрсе бізде тағы да бұл не? Бұл сізде қызықсыз жыныстық қатынас. Хотя сіз позаны ауыстырасыз, бірақ все равно сізде жаңағыдай ойындар, бір-біріңізге деген ынтық сезім, махаббат, ондай еш нәрсе жоқ. Яғни сіз оны іздемейсіз, ол сізді іздемейді, как-то все равно жынысқа давай, еще taslayық, давай ауыстырасылайық, и все, да, неинтересно, яғни. Бұл үшін міндетті түрде ойындар, міндетті түрде әр түніңіз сіздің ерекше болу керек. Әр түніңіз бір тойға барғанда дайындық болу керек. Әр түніңіз есте қалатындай болу керек. Өзі бізде 365 күн бар, хотя бы соның бір 165 күні біздің есімізде қалу керек та. А то біз қазір қай түніміз есімізде қалып білмейміз. Арасында может быть 2-3 ғана қолдан санап аламыз да. Сондықтан міндетті түрде. И бізде график, жоспар болу керек. Ол жоспар қандай? Мына түні мынаны істеймін, мына түні мынаны істеймін, мына түні мынау болады, мына күні мынау болады деген сияқты жоспар болу керек. Всегда біздің алдымызда жоспарымыз, мақсатымыз тұру керек. Сонда біз адам екенімізді ұмытпаймыз. Сонда біздің қолымыз болса жоспарыңызбен жұмыс істейміз. Ал егер ол нәрсе сізде жоқ болса, сіз тек қана ғайбаттаушы, бос адам, не үшін өмірге келгеніңізді білмейсіз, әшейін жүрген біреу болып саналасыз. Өкінішке орай бұл шындық. Ал 5-ші себебі, значит, сізде гормоналды бұзылыс бар. Значит, сондай. Значит, сіз дұрыс оргазм аламайсыз, сізде эстроген гормон төмен, немесе сізде тестостерон дұрыс емес, немесе сіздің зобыңыз бар, зобтың гормондары дұрыс емес, эльтироксин ішіп жүрсіз ба, или болса тироксин гормон, Т3, ТОЖ гормондары дұрыс емес, либо сіздің серотонин басыңыздан дұрыс бөлінбейді, дофаминдеріңіз дұрыс бөлінбейді. Яғни сізде гормоналды бұзылыс қандай да. Яғни ол өзінің қызметін дұрыс атқармайды. Сондықтан гормондарыңызды реттеуіңіз керек. Міне негізгі 5 әдіс осы. Егер осы 5 әдісте идеально болса, сіздің әр түніңіз міндетті түрде идеально, супер-пупер болатыны сөзсіз. Толық ақпарат белгілеріңіз келетін болса, міндетті түрде менің Instagram парақшама кіріп кетсеңіздер болады. Постоянно сол жерде керемет ақпараттар осы туралы беріліп жатады. Сондықтан сіздер менімен бірге болғандарыңыз үшін барлықтарыңызға үлкен рахмет.